Ол әлемнің түкпір-түкпірінде танымал. Оны көп адамдар жақсы көреді. Көбісі оны жек көреді. Бірақ біз Ким Кардашьянның бүгінгі әлемдегі ең атақты әйел екенін мойындауымыз керек. Егер сіз менімен бірге Ким Кардашьянның теледидарының тарихын ашқыңыз келсе, онда бұл бейнені көруді жалғастырыңыз және оны мүмкіндігінше көп адам көруі үшін лайк басыңыз. Көптеген қызықты бейнелерді көру үшін YouTube арнамызға жазылыңыз. Егер сіз жақсы қоныстанған болсаңыз, бастайық. Ким Кардашьян күтілетін танымалдылыққа 2007 жылы репер Рейджмен бірге әлеуметтік желіде секс таспа пайда болған кезде жетті. Мен бұл тақырыпқа қайта ораламын, бірақ оған дейін Ким Кардашьянның өмірі қалай басталғанын білейік. Ким Кардашьян 1980 жылдың 21 қазанында Лос-Анджелесте дүниеге келген. Оның әкесі жағынан армян тамыры жоқ, бірақ анасы жағынан голланд, шотланд және ағылшын. Кимнің әкесі Роберт Кардашьянгер, ал анасы Крис Дженнер, продюсер және тележүргізуші. Ол қазіргі уақытта Кимнің менеджері. Крис Дженнер Кимнің әкесімен ажырасқан. 1991 жылы ол әйгілі жеңіл атлетика жаттықтырушысы Брюс Дженнерге үйленді. Олардың некелері 23 жылға созылды. Кимнің анасымен ажырасқаннан кейін 2015 жылы Брюс өзінің сұхбаттарының бірінде трансгендер әйел екенін айтты. 2015 шілдеде Дженнер өзінің жаңа есімін Кейтлин Дженнерді жариялады. Ол қазіргі уақытта өзін әйел өкілімен сәйкестендіріп жатқанын атап өтті. Кимнің әкесі Роберт Карн 2003 жылы 30 қыркүйекте қайтыс болды. Кимнің Хлоe және Корни атты екі әпкесі бар. Және ағасы Роб. Оның екі әпкесі бар, Кендал және Кайли Дженнифер. Сонымен қатар Эрис Хилтонның ең жақын досы және стилист Линдси Лохан. Ким Кардашьян мен Перис Хилтон бірге өсті және әрқашан жақсы достар болды. Шын мәнінде Перис Кимге танымал жұлдыз болуға көмектесті. Олар бірге әртүрлі кештерге жиі қатысатын. Оның барысында адамдар Кимнің сымбатты келбеті мен қисық пішініне назар аудара бастады. Ким танымал болғанға дейін, ол Никол Ричи мен Синти Кроуфордтың ынтымақтастығымен әртүрлі шоуларда стилист болып жұмыс істеген. Оның актерлік дебюті 2008 жылы «Жарылғыш бомба ауыр» фильмінде өтті. Онда ол Лизаның рөлін сомдады. Ким Кардашьян сонымен қатар Кардашьяндар отбасындағы телешоудың басты жұлдызы. Онда ол әпкелерімен, анасымен, ағасымен, екі әпкесімен және өгей әкесімен бірге ойнайды. 2020 жылдың 1 маусымында оның балауыз фигурасы Мадам Тюссеге орнатылды. Екі 2010 жылы ол ең көп жалақы алатын тележұлдыз атанды. Оның гонорары 6 миллион ақш долларын құрады. Сіз бізге А беріңіз. Рафи. Жұлдыздар.
Бұл қалыпты адаммен кездескіңіз келетіні туралы не деуге болады? Мен сені суретке түсіре аламын ба? Кешіріңіз, түрмеге түсе аласыз ба? Біз алған кезде журнал кеші кімге керек? 2014 жылдағы жағдай бойынша оның қаржылық байлығы 45 миллион ақш долларын құрады. Бір қызығы, әйгілі Кардашанның өмірінде оның бұрынғы 11-нің 7-і афроамерикалық болған. Бірінші адам оның балалық шақтағы досы Тито Джо Джексон болды. Ол поп-король Майкл Джексонның жиені. Ақырында, Карн отбасының өміріндегі ең үлкен жанжал туралы. Ким Кардашан 2007 жылы әлеуметтік желіде оның әйгілі репер Реджимен жыныстық қатынасқа түскен видеосы пайда болған кезде көптен күткен мойындауға қол жеткізді. Видео ерлі зайыптылар алғаш кездесе бастаған кезде бұрынғы күйеуімен ажырасқаннан кейін түсірілген. Кардашанның айтуынша, таспа ұрланған және ол бейнені таратқан компанияны сотқа берген. Алайда Голливудта бұл жазбаның ұрланғанына және жанжалды анасы мен продюсері Кришнаның жоспарлағанына көптен бері сенбей келеді. Продюсер осыдан бір жыл бұрын Перес Хилтонның интимдік қарым-қатынасы туралы бейнежазбаның жарнамаланғанын және әлеуметтік желілерде тез таралғанын көріп, қызын бұрынғы сүйіктісімен жақын қарым-қатынастың бейнежазбасын әлемге көрсетуге көндірді. Бұл жаңа телешоу үшін жақсы жарнама болды. Кардашан отбасы. Сіз күткендей, жанжал өз нәтижесін берді. Нәтижесінде 2007 жылы Ким Кардашан әдемі ойыншы тізімінде 3-ші орынға ие болды. жылы жыныстық жанжалдан кейін Google Кимді ең жиі сұралатын тұлға ретінде таныды. Сұраныстар саны бойынша ол 4 жыл қатарынан осы чемпионатты жеңіп алған Бритни Спирсті айналып өтті. Шенко Дин Кимнің бұрынғы оққағары болған. Олар бір-біріне жақындап ажырасып кетті. Құмарлықтың соңғы толқыны 2010 жылы Дин Кардашан отбасында телешоудың кейіпкері болған кезде байқалды. Олардың төсек сахнасы реалити-шоу кезінде көрсетілді. Ким бұл қадамға тағы да барды, бірақ интимдік мәліметтер көрсетілмеді. Олар тек операторға оларды кішкентай терезе арқылы бақылауға мүмкіндік берді. Бір қызығы, бұл эпизод Ким болашақ күйеуімен кездесіп жүргенде пайда болған. Ким Кардашан 4 рет үйленді. Бірінші неке 19 жасында Тимон Томаспен тіркелді. 4 жыл бірге тұрғаннан кейін ерлі зайыптылар ажырасып кетті. Содан кейін Ким баскетболшы Крис Хамфристке үйленді. Ким Кардашанның баскетболшы Крис Хамфриске үйленуі сәнді үйлену тойынан 72 күн өткен соң аяқталды. Ажырасудың бастамашысы әйелі болды. Ким олардың шешілмейтін келіспеушіліктері бар деп ойлады. Бұл факт Хамфристі таңғалдырды. Ол бірнеше ай бойы Кимді қайтарып алуға тырысты, бірақ ажырасуға келісіп, Кардан телешоуының құрбаны болғанын жариялады. Ажырасу 2013 жылдың жазында тіркелді. Ол кезде Кардашан Кани Уэсттен жүкті болған. Криспен ажырасқаннан кейін ол репер Кани Уэстпен кездесе бастады. Айта кету керек, Кимнің 3-ші некеге тұру әрекеті өте сәтті болды. 2013 маусымда Кардашан мен Уэсттің қызы болды. Ал 1 жылдан кейін олар Флоренцияда сәнді үйлену тойын өткізді.
Ерлі зайыптылар ажырасқанына қарамастан, олардың 4 баласы болды. 2 ұл және 2 қыз. We're gonna watch second act. We've got my mom, my sister. Here to see. You have no idea. J-Lo movies to me are like life. So the fact that there's a new one, and I'm so excited to see her on the big screen. You have no idea. You guys have to check out second act. So Кимнің күмері Дженнифер Лопес. Ол өзінің ұлы махаббаты Клопес туралы бәрі білетінін мойындады. Кимнің айтуынша, Дженнифер әрқашан мінсіз көрінеді. Үшінші қыркүйекке қараған түні 2016 ол Париждің 8-ші ауданындағы қонақ үйлердің бірінде болған. Қарулы адамдар қонақ үйге басып кіріп, қарақшылық шабуыл жасады. Қонақ бөлмеден шамамен 10 миллион долларлық құндылықтар мен жеке ақпараты бар 2 смартфон ұрланған. Кардашанның күйеуі Кани Уэст тонау кезінде Нью-Йоркте болған. Полиция формасы мен бетперде киген 2 қарақшы болды. Олар өздерімен бірге кісенделген есікшіні алып келді. Бұл адамдар маған француз тілінде сөйлеп, айқайлап жатты. Олардың бірі маған мылтық сілтеп, сақинамды талап етті. Ол мені ұстап алып, өзіне қарай тартты. Мен бір ғана халат кидім. Мен қазір зорланамын деп ойладым. Оның орнына қолдарына кісен салынды. Содан кейін аузы мен көзіне скотч жабыстырылды. Бұған дейін олар менің барлық зергерлік бұйымдарым салынған қорапшамды тауып алған. Олар мені жуынатын бөлмеге апарды, содан кейін мені қайтарып алып, еденге жатқызды да қашып кетті. Париж мерінің бұрынғы кандидаты Наталья Косюшко Морзе Кимнің тонауы Парижге соққы болды деп мәлімдеді. Ким Кардашанның ойыны 2014 жылдағы ең танымал ойындардың біріне айналды. Армен тектес әлемге әйгілі тележұлдыз әрқашан бұқаралық ақпарат құралдарының назарында. Бұл бейнеде мен Ким Кардашан туралы қызықты фактілерді ұсынуға тырыстым. Егер сіз Ким туралы кем дегенде бір жаңа фактіні білсеңіз, лайк басыңыз. Біздің ең қызықты материалдарымызды бірінші болып көру үшін YouTube арнамызға жазылыңыз. Аргамустан сізбен бірге болды. Біз сізбен келесі ыңғайлы мүмкіндікте кездесеміз. Сау болыңыз, жиі күліңіз.